Абай Құнанбайұлы сабырсыз арсыз ерінше. Сабырсыз арсыз ерінше, көрсе қызар жалмауыз, сорлы қазақ сол үшін. Алты бақа аналауыз, өзін өзі күндейді, жақынын жалған міндейді, ол арсыздық белгісі. Ұят сынбай ойланбай, қой дегенде тіл алмай, іс қылмай ма ол кісі. Бірақ секіріп шығам деп, бірақ қарғып түсем деп, мертік ете жатады, ұрлықпен мал табам деп, егесте ауыл шығам деп, сөйтіп Құдай атады. Бұл меңдісі біреуге жоқ нәрсесі шатады, құтылам деп ісінен, бәрін көріп кісіден, шығынға әбден батады. Бұл болмаса онысы, аударылып қонысы, алыстан дәм татады. Қызмет қылып мал таппай, ғылым оқып ой таппай, қор үйінде жатады. Ел қыдырып ас ішіп, еркек арын сатады, бала шаға ұрғашы, үйде жарым қытады. Еңбекпенен еркесіп, бір шолақпен серкесіп, пысық деген ан шықты. Бір сөз үшін жау болып, бір күн үшін дос болып, 100 құбылған сал шықты. Пысық кім деп сұрасан, қалаға шықса дем алмай, өтірік арыз көп берсе, көргендеріне не алмай. Өсек өтірік мақтанға, ағып тұрса бейнесу, атшықтарынан кем көрмес, біреу атын қойса қу нәпсісін те алмай, атым шығып жүрсін деп, бере күйге қас болса, желіктірген айтаққа, арақ ішпей мас болса, түзге шықса албырап, үйінде жатса салбырап, кісіні көрсе қылжаңдап, қылсыншылса біржаңдап, кісі үйінде күйтаңдап, өз үйінде қипаңдап, ақылы бар кісіні ғайбаттайды даттайды, ауқаты бар туғанды қайырсыз ит деп жаттайды.